хан бұқасы мен жарлы бұқасы. Хан бір табақ ділдәні жүлдеге тігіп, кім менің бұқамен бұқасын сүзістіреді деп халқына жар салады. Ханның жарлығы екі болмайды деген емес пе? Жарлықты естіген жұрт бұқаларын жетелеп келе бастайды. Ханның жем-жеп, таза су ішіп, емін еркін өскен бұқасы, елдің арық, тырбиған бұқасын қойсын ба? Ары сүзіп, бері сүзіп, шын белгіден бірінен соң бірін итеріп шығарып жатады. Хан ділдаға қарық болады. Сол кезде бір жарлының бұқасы: сен мені арықсың деп халық жиналған бәсекеге апармадың. Күш арықта емес, семіздікте емес, қайратта. Мүмкін әлі де болса сынап көрерсің, дейді иесіне. Мен бір табақ ділдәні қайдан аламын, дейді иесі. Сонда бұқа: сен мені апар да ханға, менің бұқамның басын тиемін де. Хан келсер дейді. Жарлы бұл сөзді құп алып, күн көріп отырған жалғыз бұқасын ханға алып барады. Ділдаң жоқ, жүлдеге не тігесің деп сұрайды хан. Бұқамның қара басын титтім, дейді жарлы. Хан мұртынан күліп, жарлының ұсынысын қабылдайды. Жарлы бұқасының мұрындығын түріп, босатып жібереді. Бұқа жер тарпып өкіріп, ханның бұқасына тап береді. Ханның бұқасы сүзіспек тұрмақ дарбазаны талқандап, қорасына кіріп кетеді. Ел аң-таң, не болғанын ешкім түсінбейді. Бір табақ ділдәні иеленген жарлы бұқасына мініп үйіне қайтады. Ханның күжірейген бұқасы сенен неге қашты деп сұрайды ол келе жатып бұқасынан. Бұқасы: оның несіне таңғаласың? Мен оны бұзау кезінде есінен тандырта аямай сүзгем, дейді. Жолбарыс пен тышқанның достығы. Жолбарыс тоғайдың қалың ортасында ұйықтап жатыр еді. Үстінен бір нәрсенің жорғалап жүріп бара жатқанын сезеді. Көзін ашып қараса, тышқан екен. Ұйқысын бұзғаны үшін тышқанды қысып өлтірмек болады. Сонда тышқан: тақсыр, датым бар, мені өлтірмеңіз, бір күнәмді кешіріңіз. Тірі жүрсем мен де бір қызметіңізге жарармын деп өтінеді. Жолбарыс: мен жолбарыспын, ал сен тышқансың. Қалжыңың қызық болды. Сен маған қызметке қалай жарамақсың? Деп күледі де: жарайды, шыбын жаныңды бір жолаға қияйын деп тышқанды қоя береді. Тышқан қуанып, рахметін айтып, жүгіріп кетеді. Күндердің бір күні жолбарыс жортып жүріп, мойнынан аспа тұзаққа түсіп қалады. Қанша бұлқынғанымен тұзақтан құтыла алмайды. Қайта тұзақ бұлқынған сайын қыса түседі. Өлген жерім осы болды ау деген сәте тышқан келіп қалады. Тышқанды көріп қатты қуанған жолбарыс: бұған қылар амалың бар ма? Деп тышқаннан көмек сұрайды. Тышқан жүгіріп жүріп тұзақты қажап қиып жібереді. Жолбарыс тышқан досының қиындықтан құтқарғанына разы болып, рахметін айтады. Мұндай жағдайлар кімнің де болса басына түсуі мүмкін. Тарихтан белгілі, халық аузында мынадай нақыл сөз де бар: ханның ісі қараға түсер, батырдың ісі балаға түсер, байдың ісі кедейге түсер, жолбарыс ісі тышқанға түсер, ердің ісі база-базында дұшпанына түсер. Кәрі арыстан. Бір заманда үлкен тауды бір арыстан жайлапты. Арыстаннан зорлық-зомбылық көрмеген жан-жануар болмапты. Бірақ қандай қиянат көрсе де оған еш қайсысы қарсы келмепті. Сондықтан қаншама жыл жәбір көрген әлсіз аңдар мен жануарлар іштен тынып, тістерін қайрап жүре беріпті. Арыстанның мейманасы тасығаны соншалық, ол жемді де өзі аяғымен жүріп іздемейді. Өзінің бұйрығы бойынша қорегін белгілі тәртіппен әкеліп беріп тұрады. Соятын жолбарыс, бұзып жаратын аю, тәтті дәмділердің патшаға тасып беріп жүретін епті даяшы түлкі екен. Ұйқысы қанып, тамаққа тойғаннан кейін арыстанның қалауынша әркім әртүрлі сауық жасап патшаның көңілін көтереді. Бұлбұл сайрайды, көкек зікір салады, шымшық билейді, маймыл түрлі ойындар көрсетеді, түлкі күлдіргі әңгіме айтады. Әбден қартайған арыстан күндердің бір күнінде алжуға айналады. Ақырында орнынан тұруға шамасы келмей, күш қайраты таусылады. Тістері түскен, тырнақтары тұқыл болған, буындарында әл жоқ. Осы жағдайды көрген аңдар енді одан қорықпайды, сыйлауды да қояды. Еш қайсысы қорек те әкелмейтін болады. Кәрі арыстан аштықтан бұралып жатқан кезінде жәбір көрген аңдар кезекпен келіп, одан өш алған екен. Ит қабады,
қасқыр талайды, ат тебеді, сиыр сүзеді, тышқан тістейді. Бір кезде салпаң құлақ есек келіп, қай жеріңнен тістесем жаныңа қатты батар екен деп арыстанның жанды жерін таңдайды. Осы кезде талқысып жатқан арыстанның есі кіріп көзін ашады. Ол қасында тепкелі тұрған есекті көріп қатты назаланады. Дәуренім жүріп тұрғанда бұл шірікті тірі жан қатарына қоспап едім. Енді бұл да маған қорлық көрсетпек болып аяғын көтеріп тұр. Тәңірім, менің жанымды бұл жаманның қорлығын көрсетпей ал деп жан тәсілім еткен екен. Ормандағы үйде есектің қодығы тұрады екен. Оның достары болмапты. Қодық зерге бастайды. Бірде ол шиқ-шиқ қалғалай деген дауысты естиді. Еденнің астынан кішкентай тышқан шығып келеді екен. Мен кішкентай тышқанмын, сен зерігіп отырған соң келдім, деп шиқылдайды ол. Осыдан соң қодық пен кішкентай тышқан дос болып кетеді. Қодықтың қуанғанында шек жоқ. Ол кездескендердің барлығына менің досым бар деп мақтанатын болды. Ол қандай дос деп сұрапты. Аюдың қоншығы жақтырмай сөйлеп, кішкентай біреу шығар, қодыққа өтірік айтуға тура келеді. Жоқ, менің досым үлкен піл. Үлкен піл өтірікті соқпа. Әрине, қодықтың сөзіне ешкім де сенбеді. Сонда да оның досын көруге құмартқан аңдар жинала бастайды. Ал бізге үлкен досыңды көрсет, деді олар. Не айтарын білмеген қодық қысыла бастады. Осы кезде кішкентай тышқан шығып келіп, қодықтың досы менмін деді. Ха-ха-ха деп күле бастады аңдар. Егер сен үлкен піл болсаң, онда мына қодық нағыз өтірікші. Ұялған қодық қызарып кетті. Содан соң, менің досым үлкен піл. Ол үлкен піл ғана емес, сиқыршы піл. Қазір ол кішкентай болып тұр. Өйткені менің үйіме екеуміз сыймаймыз. Бәлкім рас шығар деп басын шұлғыды қонжық. Бірақ менің мұндай кішкентай болғым келмейді. Оның да кішкентай болғысы келген жоқ. Бірақ солай жаратылды, деді шынын айтқан қодық. Ол ең жақсы, нағыз адал дос. Қандай жақсы, осындай достықта болады екен, деді таңғалған аңдар. Олар қоштасып тарай бастады. Содан бері орманда ешкімде кішкентай аңдарды ренжітпейтін болды. Аңдар, кішкентай достың өзі үлкен бола алады, тіпті пілден де үлкен бола алады деген қорытынды шығарыпты. Бақа мен бұлбұл дос болыпты. Екі дос үй салып бірге тұрады. Саз аспабын жасап алсақ қайтеді, дейді бір күні бұлбұл. Жасасақ жасайық деп келсе кетеді бақа. Аспап дайын болады. Бақа аспапты дүңкілдетіп ұрып бақылдай жөнеледі. Бақ, 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 бақ. Ендігі кезекті аспапты алған бұлбұл сайрап қоя береді. Кенет күн күркіреп, аспан айырылып, жерге періште түседі. Қорқып кеткен бұлбұл ұшып кетеді де бақа аспапты ұстаған күйі қалып қояды. Періште әсем жыр төккен бақа екен деп ойлап, осы жарқыраған қобдишаны сыйға тартып көзден ғайып болады. Қайтып оралған бұлбұл сый сипатты көріп, ендігі әрі қорқып тұра қашпаспын дейді. Бақадан қайбір оңған әуез шықсын, масайрап, баяғы үйреншікті әніне басады. Бақ, 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 бақ. Бұдан кейін бұлбұл құйылжыта сайрайды. Әсем әнге еліктеген періште тағы да жерге түседі. Бұлбұл бұл жолы да үркіп ұшып кетеді де, бақа сазды әнді өзі айтқандай болып аспапты ұстап бажырайып отыра береді. Әнге риза болған періште бақаға әдемі киім сыйлайды. Дәніккен бақа ертеңінде тағы да аспапты қолына алып бақылдай бастайды. Бақа, бақа, бақ, 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 бақа, бақа, бақ, бақ, бақ. Бұлбұл бүгін қайтсем де қорықпаспын деп бекініп тамылжыта сайрап жөнеледі. Періште жерге түскенде бақа тағы да аспапқа жармасады. Бірақ бұлбұл жүрегін тоқтатып, сізге арнап ән салған мен едім дейді. Жоқ, мен деп бақ етеді бақа міз бақпастан. Екеуі дауласа кетеді. Ақырып періште оларға аспаптың сүйемелдеуімен қайта ән салуды өтінеді. Бақа бұлбұлша сайрамақ болып, тамағы кенеп, тыраштанып көріп еді, бірақ бақа, бақа, бақ дегеннен басқа мәнді ештеңе шыға қоймайды. Ал бұлбұл көмейінен бал тама шырқай жөнелгенде періште
кімнің кім екенін бірден түсінеді. Ол бақаға сыйлаған дүниелердің бәрін қайта алып бұлбұлға береді. Ал бақаны борбайынан іліп алып самғап көкке көтеріледі де шырқау биіктен жерге тастап жібереді. Содан бері бақа жүрісінен жаңылып тарбаңдай секіргенді ғана біледі екен. Тек анда-санда періштенің бұлбұлға берген тарту таралғысы есіне түскенде құрылдап, бақылдап, ән айтпаққа тырысып шала бүлінетін болса керек. Тұмау тиген қоян. Аң патшасы арыстан бірде ерігіп отырып, аю, маймыл, қоян үшеуін өз апанына шақырады. Ондағы ойы оларды тексеру. Әуелі аюға айтады: «Әй, Қорбаңбай, менің аузымнан ненің иісі шығады? Соны айтшы», дейді. Арыстан аузын айқара ашып, аюға жақын келіп, еңкейіп, оған иіскеуді бұйырады. Аю тақау келіп, танауына ауа толтырып тартып алады да шындықты жасырмай: «Құдіретіңізге құлдық, деміңізден мөңкіген бір арам алапат иіс шығады», деп жауап береді. «Сен не деп тұрсың ей?» деп ақырып жібереді арыстан. «Патшаңды қорлайын деген екенсің ә?» Бас салған арыстан аюды аяғын тістеп алады. Аю арыстанның аузынан аяғын әрең дегенде суырып алып, ақсаңдай қашып шығады. Содан кейін арыстан маймылға бұрылады. «Әй маймыл», деп бұйырады ол, «бері жақынырақ кел де менің аузымды иіскеп көр, қандай иіс бар екен». Жаңа ғана көз алдында арыстанның аузына түсіп апатқа ұшыраған аюды көрген маймыл бұған бір амал жасау керек екен. Сөйтіп болмасам болмас деп ойлайды. «О патшам», дейді ол, «бейне бір самал жел саяхат шығып, лала гүлдің иісі жұпар аңқығандай болып тұр маған». Арыстанға мадақтау сөздердің түкке керек жоқ еді. Оның ойы сылтау тауып маймылды да жазалау болатын. «Маған жауыздық ойлап жалған айтпа, оңбаған», деп ақырады ол айбаттанып. «Өзге жыртқыштардай менің де демімнің сасық екенін аң атаулыға мәлім ғой. Ал сен маған жағымпазданып өтірік айтып тұрсың. Ішіңде арамдық жатқаны көзіңнен көрініп тұр», деп арыстан маймылды итеріп жібереді. Кезек қоянға келеді. Арыстан оны қасына шақырып алады да: «Қане, қоян, сенің данышпандығың бізге баяғыдан аян. Жақын келіп жауап бер, шыныңды айт. Менің аузымнан ненің иісі шығады?» дейді. Бар жағдайды көзімен көріп тұрған қоян жалма-жан есін жинап, дұрысын айтса жақпайтынын, өтірік айтса көңілін таппайтынын ойлайды. Сөйтіп ойлап ақыры былай дейді: «О мәртебелі патшам, маған ашуыңыз келіп зығырданыңыз қайнамасын. Мен сіздің сұрағаныңызға жауап қайтара алмаймын. Кеше қалың шық үстінде жүгіріп жүргенімде тамағыма суық тиіп қалыпты. Содан мұрным бітіп, қазір тіпті ешқандай иіс сезетін емеспін». Арыстан бұған қарсы жауап бере алмайды. Сөйтіп тапқырлығының арқасында қоян жазадан аман қалады. Данышпан қоянды арыстанның айбатынан тымау сақтап қалыпты деген сөз осыдан қалған екен.